Саламатсыздар ма? Мен Досаева Әсем Шырақбаевна, Қараған ауданы Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Менің еңбек өтілім 6 жыл 5 ай. Ең алғашқы еңбегімді осы Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясынан бастадым. Менің алғашқы педагогикалық қадамым, менің ұстанымым әр баланың жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін құрметтеу. Мұғалім болуға деген ұмтылысым менің өзімнің алғашқы ұстазым Алтын апайдан бастау алды. Бұл салаға келуіме де сол кісінің септігі дейді. Себебі мен өзімнің бастауыш сыныпта берген апайыма еліктеп, сол секілді ұстаз болуды балалық шағымнан армандадым. Алғашқы сабақ берудегі тәжірибем мат сыныбынан басталды. Себебі мен осы алғашқы 2018 жылы осы мектепке, Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясына мат сыныбынан тәжірибемді бастаған болатынмын. Оқушылармен қарым-қатынасым осы мат сыныбынан бастау алған. Балаларға деген қарым-қатынасым барлығы осы тәжірибемнен басталған болатын. Педагогикалық идея жұмыс жүйемнің мақсаты оқушыларды қолдана алуға бейімдеу болатын. Теория мен практиканы ұштастыруға жағдай жасап, балаларды қолданып үйретуге, өмірде қолдана алуына септігін тигіздім. Және де балалардың ары қарай осы үлкен өмірде жүруіне септігін, қолдана алуына септігін тигіздім. Және де жұмыс барысындағы кездескен менің кедергілерімнің бірі бұл жаңартылған бағдарлама, кәсіби біліктілік және коммуникация болып табылады. Жаңартылған бағдарламаның ішінде КМЖ әзірлеу өте қиынға соқты. Себебі мат саласында бізде бастауыш саласына қарағанда өзгешелеу болып келгендіктен КМЖ әзірлеу қиынға соқты. КМЖ әзірлеп сабақ мақсатын анықтау, осы сабақ мақсатына қарап отырып тапсырма және дескриптор құру бастапқыда маған өте қиындықтың тигізді. Одан кейін менде кәсіби біліктілік бойынша теория мен тәжірибенің ұштастырылмауы менде өте қиынға түсті. Және қарым-қатынаста тәжірибемнің жеткіліксіздігі де септігін тигізді. Және осы салалардың барлығын мен қорыта келе жұмыс барысында кедергілерді шешу жолдарын іздестіру басталды. Одан менде біліктілікті арттыру үшін курстар мен семинарларға көптеп өзімнің сұранысым бойынша көптеген курстарға, семинарларға бардым. Бұл жерде менің алған ақпараттарым, өзіме білім тәжірибелерім өте көп болды. Яғни мен өзімнің біліктілігімді арттырып қана қоймай, сол арттырған біліктілігімді сол жердегі алған біліктіліктің барлығын мен сыныпқа келіп оқушыларыма жүргізу арқылы мен өзімнің ары қарай шыңдадым деп айта аламын. Одан кейін біліктілікті арттырып курстар мен семинарларға барып қана қоймай, мен өзімнің осы білім саласындағы жүрген майталман ұстаздардан, өзімнен қасымдағы жүрген әріптестерімнен тәжірибе алмасып жүрдім. Көптеген бос уақытымды құр өткізбей, сабақтарына кіру арқылы тәжірибе алмастым. Олар күнделікті сабақтарын қалай өткізеді деген секілді өзімнің ары қарай тәжірибемді шыңдай бердім. Одан кейін осы салада ары қарай ұстаздық міндетімді атқару үшін, осы кедергілерімді шешу үшін мектеп әкімшілігі мен менің педагог психологтардың кеңестері өте орасан пайдаға тиді деп айта аламын. Себебі пайдасын тигізе отыра олар дейтін менің ары қарай оқушылармен жұмыс жасауыма, ата-аналармен жұмыс жасауыма көп кеңестерін берді. Сол берген кеңестері арқылы мен оқушыларымның
күнделікті сабақ үстінде әрбір оқушы тұлға екенін біле отыра, сол әрбір оқушыға өзіндік жаңағындай жұмыс жүргізу арқылы кеңестерді, педагог психологтардың берген кеңестерін пайдалана отырып, мен әрбір оқушыға да, әрбір ата-анаға да жұмыс жасай білдім деп айта аламын. Қазіргі таңда заманауи технологиялардың, мүмкіндіктердің арқасында көптеген нәтижелерге жете аламыз. Біз білеміз барлығымызда. Жылдам ақпарат алмасу, оны өңдеу, тарату, оны қағазға басып шығару екенін, тағы да басқа мүмкіндіктер бар екенін бәріміз білеміз. Соның ішінде оқушылар қазіргі таңда көптеген мына гаджеттер, ұялы телефондарды қолдану арқылы балалар өзінің қызығып ақпараттарды біле алады деп айта аламыз. Бірақ оның да бір кері әсерін тигізетін жақтары, бұл балалар қысқа мәтінде, яғни қысқа болып келетін 1 минуттық, болмаса жарты минуттық мультфильмдерді, киноларды тамашалайды. Содан, яғни олар қысқа мәтінде тапсырмаларды орындай біледі де, ұзақ мәтінге немесе ұзақ уақытты алатын киноларға, мультфильмдерге олардың шыдамдары жетпей жатады. Қазіргі таңда заманауи технологияның дамуы әсіресе білім беру саласына өте керек деп айтуға болады. Интерактивті тақталарымыз бар, түрлі электрондық оқулықтарымыз бар, баланың ой өрісін дамытуға өз септігін тигізіп жатыр. Оның бірлері мына электронды оқулықтар, жаңада айтып өткендей коммуникациялық технологиялар, мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар, қашықтықтан оқытудың барлығы осы заманауи технологияның дамуының әсерінен болып жатыр деп сеніп айта аламыз. Және де осы сабақ барысында біздің өзімізді сабақты түрлендіріп өткізу барысында біз акті құзыреттілігін пайдаланамыз. Солардың бірі дидактикалық ойындар, одан қалды онлайн тақталар болып саналады. Осы акті құзыреттілігінің пайдалану арқасында мына көптеген программалардың бірі барлығымызға, оқушыларға да, мұғалімдерге де таныс деп ойлаймын, ChatGPT программасы болып саналады. Бұл программада біздер өзімізге керек ақпараттың барлығын ала аламыз деп ойлаймыз. Бірақ кейбір ақпараттар жаңағыдай айтып өткендей жалған болып келіп жатады. Барлығын бірдей өзімізге тек қажеттілігін ғана алып пайдалануымыз керек. WordWall, Plickers, Napping, Gamma деген программалардың барлығы бұл оқушыларға мәтінді құрауға, тест құрастыруға өте көп деп септігін тигізіп жатады. Бұл программаларды қолданып, балалар сабақ барысында қолданыста болған, мына жерде бізде үзінділер берілген, Plickers программасын сабақтың үстінде қалай қолдануға болады, балалар өзін ары қарай дамытып көрсетіп жатқан суреттерден үзінді берілген. Одан кейін WordWall программасымен біз оқушыларды қай оқушы таңдай білеміз. Одан қалды сабақтың соңында, бүгінгі сабақты қорыта келе, оқушыларды WordWall программасы арқылы таңдап, сұрағымыз келген тапсырмаларды сұрап, ол бүгінгі тақырыпта нені ұқты, нені ұқпады деген секілді тапсырмаларды сұрақтарға жауап ала аламыз. Одан кейін мына жерде ChatGPT программасы арқылы бала өзіне қажетті ақпаратты іздеп жатырған фотосуреттерден үзінді берілген. Одан кейін бізде мына жерде топтық жұмыс жүріп жатыр. Топтық жұмыста әрбір мәтінде қазіргі таңда керек ақпаратты, интернеттен ала алатын ақпаратты бізде QR код арқылы көрсетілген. Көптеген оқулықта көрсетілген. Осы оқулықтардан бала QR код арқылы өзіне керекті мәтіндерді, яғни интернеттен керек ақпараттарды ала алады. Одан кейінгі бізде тапсырма тәрсия әдісімен көрсетілген. Тәрсия әдісі бұл көптеген пәндерден бізге
пайдасын тигізіп жатыр, орасан зор пайдасын тигізіп жатыр. Себебі балалар өздеріне керек ақпараттарды, яғни жаңағыда топ мүшесі арқылы топтық жұмыстарда балалар жұмыстарын көрсетіп, өздерінің алған білімдерін осы тәрсе әдісімен көрсетіп жатыр. Одан кейінгі бізде мына жерде жаратылыстану пәні бойынша топтық жұмыс жүріп жатыр. Балалар яғни градусникпен, термометрмен жұмыс жасап, өздерін ары қарай білімдерін шыңдап, топтық жұмыс арқылы көрсетіп жатырған сәттерден бірі үзінді берілген. Одан кейін бізде мына жерде тәжірибе жасауда балалар көзін жұмып, өздерінің жаңағы ыстық суықты, қатты жұмсақты ажырату арқылы тәжірибені жүргізіп жатыр. Бейнероликті тамашалап жіберейік. Балалардың тәжірибе жасағандағы ыстық су мен салқын судың айырмашылығын ажырату арқылы бұл жерде балалар өздеріне қолданыста болатын көптеген нәрселермен танысты. Соның мақсаты тапсырмада әзірлеуде оқушылардың қабілеттерін, мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін ескеру. Бірінші, сюжеттік әдістер арқылы сабақтымызды бастаймыз. Одан ары қарай QR-код әдісімен сабақтың ортасына дейін баруымызға болады. Ал сабақтың соңында Word Wall әдісімен сабағымызды аяқтадық.